Салем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет дастархандың көркін ашатын, өте дәмді финики в шоколаде жасайтын боламыз. Ол үшін бізге құрма керек болады және миндал керек болады. Енді құрмаларымызды ортасынан бөліп, ішіндегі дәнегін шығарып аламыз. Ақырындап кесіңіз және ақырындап дәнегін шығарып алыңыз, бөлініп кетпесін. Енді барлығының дәнектерін шығарып алдық, көріп тұрғаныңыздай. Енді ішіне кішкене дәл осындай шоколад құйып алып, миндалымызды салып бір-біріне ақырындап жабыстырып қоямыз. Ішіне шоколад құйсаңыз да болады, құймасаңыз да болады, және қалаған шоколадтарыңызды қолдана аласыздар. Алдын ала барлығын дайындап алғаннан кейін дәл осындай шоколадтарымызды ертіп аламыз. Алдын ала дайындап алған құрмаларымызға шпажканы жайғастырып, шоколадымызға аунатып аламыз. Ақ шоколадпен жасадым, артынан қара шоколадқа аунатып алдым құрмаларды. Достар, міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмі аузыңызда қалатындай, қазіргі таңда хит болып жатқан құрмалар болады. Енді барлығына жағып алғаннан кейін үстін безендіріп шығатын боламыз. Осы шоколадтарымдан қалды, соларды кондитерский мешокқа салып алып, үстін әдемілеп безендіріп шықтым. Жайлап дәл осылай безендіріп аламыз. Және үстіне қалауыңызша миндал және жаңғақ немесе кокосовый стружка әртүрлі қалағаныңыздай безендіре аласыздар. Мен миндал және жаңғақпен безендіріп алдым. Біздің шоколадты құрмаларымыз дайын болды. Енді морозильникке жарты сағатқа салып қатырып аламыз. Менде уже қатып шықты, көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет құрмалар болады. Қазір сіздерге іштерінде көрсетемін. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте дәмді, ерекше десерт болады. Достар, менің каналымда басқа да тағам түрлері, салаттар, торттар, десерттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге менің каналым ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал сіздерге сәттілік, достар!